Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз менің бір күнім. Бүгінгі сабақта бір күн ішінде жасалатын әрекеттерді уақытпен сипаттап үйренеміз. Қазір күз мезгілі. Қазір күндіз. Қазір сағат 3 болды. Енді сағаттарды айтып үйренейік. Сағат 8 болды. Сағат 10 болды. Сағат 7 болды. Сағат 10-нан 15 минут өтті. Сағат 12-ден 20 минут өтті. Сағат 10-нан 10 минут өтті. Сағат 11:30. Сағат 6:30. Сағат 8:30. Сағат 2-ге 10 минут қалды. Сағат 12-ге 5 минут қалды. Сағат 1-ге 15 минут қалды. Ендігі тапсырма. Сағат неше болды? Сағат 10-нан 15 минут өтті. Сағат неше болды? Сағат 1:30 болды. Сағат неше болды? Сағат 6:30 болды. Сағат неше болды? Сағат 10 болды. Сағат неше болды? Сағат 11-ге 15 минут қалды. Сағат неше болды? Сағат 9 болды. Ендігі тапсырма. Суреттерге мұқият қарап, сөйлемдерді дұрыс орналастырайық. Бірінші суретте сағат неше болды? Сағат 10-ға 20 минут қалды. Екінші суретте сағат неше болды? Сағат 6-дан 5 минут өтті. Үшінші суретте сағат неше? Дұрыс айтасың. Сағат 12-ден 35 минут өтті. Төртінші суретте сағат неше? Сағат 12. Іс-әрекеттің қаншалықты жүйелі болатынын анықтайтын сөздерді үйренейік. Әрқашан. Әдетте. Жиі. Кейде. Ешқашан. Мысалы, Мақсат әрқашан ұйқыдан ерте тұрады. Асан жиі спортпен айналысады. Мен кейде кітапханаға барамын. Ендігі тапсырма. Сөздер мен пайыздарды сәйкестендіріп жаз. Өзіңді тексер. Әрқашан. Әдетте. Жиі. Кейде. Ешқашан. Арманның бір күні. Бұл Арман. Ол әрқашан сағат 8-де ұйқыдан тұрады. Төсегін жинап, жаттығу залына барады. Содан соң жуынады.
киінеді. Сағат 8:30-да жатақханадан шығып, университетке қарай барады. Содан соң әдетте таңғы ас ішеді. Достарымен көрісіп, 9-да дәріске барады. Дәріс әдетте 1-де аяқталады. Кейде достарымен түскі ас ішеді. Жиі кітапханаға барады. Сабаққа дайындалады. Сағат 5-те жатақханаға қайтады. Кейде достарымен шахмат ойнайды. Содан соң кешкі ас ішеді. Ата-анасымен хабарласады. Кейде кешке достарымен кино қарайды. Ұйықтар алдында әрқашан 15 минут кітап оқиды. Енді сұрақтарға жауап берейік. Арман ұйықтан сағат нешеде тұрды? Арман ұйықтан сағат 8-де тұрды. Арман кітапханаға сағат нешеде барды? Дұрыс айтасың. Сағат 2-ге 15 минут қалғанда. Арман сағат нешеде достарымен шахмат ойнады? Иә, сағат 5:30-да. Арман кешкі асты сағат нешеде ішті? Дұрыс, сағат 6-дан 20 минут өткенде. Арманның бір күндік тәртібін есіңе түсіре отырып, сөйлемдерді толықтырып жаз. Өзіңді тексер. Арман әрқашан ұйқыдан ерте тұрады. Арман әдетте таңғы ас ішеді. Арман жиі кітапханаға барады. Арман кейде достарымен кино қарайды. Арман әрқашан ұйықтар алдында кітап оқиды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!